алейкум, сайгылы телесерджилер, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Седаметова чалышам веш шындыки саатқа бойле малюмат. Машина қалдырмақ үчүн сенді пара төлемек керек. Қырымчақлар мирасы тереклешей Хелико мектебінің талибелері сайсы аз олған милетінің мединеті еле таныш олдылар. Эзан седасы. Қырымда ең яқшы муэдзинлер сечілді. Қырым парламентінде Жұмхурет муниципаль тешкелатлар шурасының азалары топлашув кечірділер. Тетбірде Красноперекопск шерве район шураларынан Қырым Жұмхурет жемет палатасының Красноперекопск районы вешері екене шер округна бүрлештірілмесі бойынша мұражатлар музакере етілді. Реберлер топланғанларға боле қырарының эсас себеплері ве қошмақ тесади файдақта тариф еттілер. Шураның азалары әрбір тарафны диқат еледінледілер веме бұсларының тешебесін алғышладылар. Айры алда оларны жемет палатаның делелері қандырды. Бұл регион сәкенлерінің менфатларını қорчалавдыр. Члены общественной палаты приняли решение после долгого разговора, повторяю, тонкого разговора, все тонкости мы определили, что эта инициатива заслуживает внимания, и мы ее решили поддержать. Но с условием. У нас были разговоры, прежде чем это все решали, с руководителями республики, и Сергеем Валерьевичем, и с Владимиром Андреевичем, и они подтвердили это. Каждому человеку, который отвечает тем высоким требованиям чиновника, особенно чиновника, работающего на земле в глубинке, будет найдено применение. Никто не будет забыт и выброшен из этой истории. Колерның сәкенлері үшін епсі имтиазлар, тарифлер вечтемай дестек чәрелері сақланылажақ болядым кадрларны ве малияны семерелі құланмаға имкан бережек. Мұна қаша іштиракчелері қайдеттілер ке меселе евелкі бұл музакере етілу в дережеде болуна ве колерге усулиқ. Құланмаларны угренмеге тепсие еттілер. Епсі қайдларны ве тепсілерні борақта ішінде муниципалитетлер Қырым Назирлер шурасына ве Девлет шурасына юлайжақлар. Да, безусловно, коснуться изменения в структурах непосредственно районных органов власти, да, или городских. Упорядочить систему управления прежде всего. Никаких изменений для граждан и для каждого конкретного гражданина не наступает. Хатырлатамыз, сентябрь 26-сында Красноперекопск шерве район шураларының мебуслары муми сессияда муниципалитетлеріні бір шер округна бірлештірмек тешебесіні сеслендірділер. Қырым ел башчысы Ахмеджит соқақларыны ГИБДД идаресі елі ұйғынлаштырмайып қапатмаға ясақ етті. Сергей Аксенов боймерні Қырым Назирлер шурасының топлашуында сеслендірді. Бұл ал пайтақтаки нақлет кергінлігі елі бағылы оның фікірне көре боле идаре ету қарарлар янлыш қабыл етілген еді. Елеріде боле вазетлер олмасы деп емер еті Жұмхурет ел башчысы. Бұндан ғайры шертамер етілген соқақларда әрекет тешкілі тілівіттен қыт етілді. Ел инспекциясы бөлігінің мудирі Дмитрий Федосов қайдетті ке ершей көрсетілген. Сынырлар нетижесінде ола білген ақыбетлерінің талил ве тахмин етілігі елі бежірілме керек. Оның фікірінже борден ем объездная соқағыны, ем де Севастопольская соқағында бұл қысым қапатылығы стратегик хатадыр. Бұр ерде тамир бітмегенже, күнже ергесі техника көрсетілме керек дегіл. Деп қайдетті Дмитрий Федосов. Вообще запретил без согласования с республиканским ГИБДД перекрывать дороги во время каких бы ни было акций. То есть абсолютно глупая вещь. В субботу была допущена во время универсиады, когда были перекрыты все кольца, улица Киевская и так далее. То есть ГИБДД вопрос согласован не был. Очень жесткие даны указания. Сказал, буду делать орг-выводы. Еще раз город станет в такой пробке. Жұмхурет акиметі елар құручылық концепциясыны таздықлады. Планлаштырылған ішлерінің фияты 144 миллиард рублені тешкілеті. Боле қарар бүгін Қырым Назирлер шурасының топлашуында қабыл етілді. Концепцияның амелге кечірілігі елларыны ұзынлаштырмаға, ел нақлет қазаларының векергін елларының сайысына эксілтмеге имкан бережек деп языла весь қада. Бұл концепцияға көре 2024 тенеге қадар 2000-ге яқын километр ел ве 10 бинден зияде квадрат метр суни қысым тамир етілежек. Бұнен бері акимет Қырым ел хужалығыны боле илерілете боле. Бұна 100 миллиард рубледен зияде пара масраф етілежек.
Более фукарны белі турк иш адамы яздан кая бөлдірді шымды оқырымда зияретілі болуна. Матбуат конференцияда өз чықышында Русияда ясақ етілген меджлес тешкелятның лидеріні Мустафа Джемилевні Туркияде силялы авдарманын тешкелетчісі Фетхуллах Гюлен еле қияслай. Туркиядан келген мұсафыр қайдетті ки 23 ел девамында Украина акиметі Қырым-татар елесі үшін бір şey yapmadı. Fethullah Gülen Türkiye'de bir Amerikan projesidir. Фетхуллах Гюлен – это проект Америки, который появился в 90-х. Джемилев стал таким же проектом Америки, только уже в Крыму. Яздан кая эмди Джумхурiyet инкишаф еткенін музбет тарафыны қайдетті. Мисал үшін Қырым көпірі ве ава лиман құруджилығы. Ойымды шымды енді экі Турки шirket Туркия Қырым рейсіні тізменге азыр олғаныны айрыжа қайдетті. Бұлар епсі Русия Туркия арасындаки мұнасебетлер doğrulы етқаны ақта малюмат ташы. Яздан кая бүлдірді ки, ол Қырым Джумхурiyetінің башына мұражат етіп, мұсылманларының құрылы етқан азиз еріні Қырымның Джума жәмесіні Туркияның ең яқшы мемарлары яраштырылмасына желпетілмесіні теклиф етмеге ниет ете. Чоқысы көтлеве малюмат васталары енді қайдеттілер ки Туркия президенті Реджеп Тайып Эрдоган дини адамларақ яздан каяның тешебісіне қол тұтар. Яқында Туркияде Русия Қырым Туркия адлы ичтимаи сияси тешкелят яратылған еді. Оның фаалияты ярымаданын Русиялы статусыны танытмасына doğrultulacak. Kırım'ın Ukrayna'nın yönetiminde kaldığı 23 yıl boyunca За 23 года Украина не сделала для крымских мусульман ничего. Мустафа Джемилев и Рифат Чубаров – это американские агенты. Если бы они хотели действительно помочь собственному народу, они давно построили бы мечеть. Хотя, будь их воля, вместо мечети они возвели бы торговый центр. Ахмезжетнің мерkezінде епсі парковка ерлері үшін пара алынмақ керек. Более тешебюселе Ахмезжет шерінің башы Игорь Лукашов чықышта бұлынды. Бұнен берабер более ерлер етішмей. Бош метр тапмақ қиын, атты мескен евлерінің азбырларында ер тапмақ қиын. Бұл меселіні чізмек үшін екі чаре бар. Парковкалар ер астында, яда ер үстінде құрылмақ мүмкін. Қырым пайтақтың акиметі шымдылық үжіретлі паркинглер құрмаға ве шер мерkezінің пияделер зонасына кенешлетмеге қарар алдылар. Ахмезжет сәкенлері ве мұсафырлері өз арабаларының не ерде қалдырылғаны мұғберіміз Айшы Шулакова біле. Біздің күлерімізді араба итишам, яны қарардан артқач палы шей дегіл. Бұ керекли шей, яны қатнамақ үшін бір вастадыр. Оны сатын алмақ еңгіл, ләкін қоймақ үшін ер тапмақ ағыржа. Бежереклі айдавчылар өз дымыр атына ер тапмақ үшін чешіт чәрелерге азырлар. Чоқ квартиралы евлерінің азбарлары парковка үшін ең севімлі ердір. Мұнда ясақ етілген ишаретлер йоқ ве бұттунлей бедава. Игорь Петров Кировадлы жәддесінде ерлешкен чоқ қатлы евнің сакина. Шикает етеки. Машинасынен ось азбарына кіріп оламай. Айланмақ үшін атта ер йоқ. Или я просто не заезжаю, или приезжаю, стараюсь часиков 6-7 утра что-то забросить и уехать. А так вообще проблематично. ГИБДД қызметінің малюматына көре Эркунь Ахмежит yollarında 135 бинден зияде машина бұлуна. Yollar ise тап 70 сенелері құрылған еді. Чоқысы араба сайыблері машиналарыны қалдырымларда ве газонларда қалдырмаға мечбурлар. Делать парковки какие-то платные, они не решают проблему. То есть, если раньше на дом из 100 квартир было, допустим, 10-15 машин, то сейчас на 100 квартир 150-200 машин. Шерні тықынтылардан бошатмақ үшін енді эвакуаторлар kullanıла. Керекли ишаретлер ерлештірілді. Атабасы соқақларда yol четінде машина қалдырмақ ясақ етілді. Ama айдавчылар арабаларını не ерде қалдырмаға білмейлер. Яны паркинглер açılmay, eskilері ise yetişmey. Егер машиналар сайысыны эксілтмек ве шер мерkezінде кірмеге мүмкін олмаса, тек бір чаре қала. Бұл машина қалдырылғаны үшін пара төлемек. Шер әкімет бөле фікірде. Первые 50 ребята, следующие по 100 рублей. Шымды Ахмежитте 17 парковкада пара төлене. Олар екене тариф бойынша çalışалар. Бірінші саат 50 рублей, бұндан сон есе бір саат үшін 100 рублей төлемек керек. Бір парковкада 10% ер имтиязлы гражданларға айрыла. Хотелось бы дешевле и побольше места. Маловато парковок, конечно. Я работаю 5-6 часов, то 500-600 рублей. Столько не зарабатываю, буду ездить на маршрутке, конечно. Енді кележек сене Ахмежитте чоқ қатлы парковка құру башлайжақлар. Ерлер, инвесторлар, велейхалар енді бар. Айша Шулакова, Виталий Голубев, Милет үшін.
Енді ise башқа хаберлерге кечеміз. Қырым Жұмхуреті бойынша Русия Федераль Хавсызлық қызметі сыныржылар дәресінің яны реберні тақдим еттілер. Идаренің елбасшысы контр-адмирал Сергей Станкевич олды. Бүгінен Ақяр губернаторына Қырым Жұмхуреті ве Ақяр шері бойынша ФСБ идаресінің мудиры Виктор Палагин тақдим етті. Станкевич Калининград шерінде Али Арбиденыз оқу юртында федераль сыныржы қызметінің академиясында тәсіл алды. Дальний Восток федераль округында sonra ise сыныржылар қызметінің меркези аппаратында ве ФСБ идаресінде қызмет етті. Сонки вақытқа Сергей Станкевич Брянск вилетінде федераль хавсызлық қызметі сыныржылар идаресінің ребері вазифесінде çalıştı. Бір асыр рельс ұстонде. Подмосковьеде тәсіл берген демир yol ордусының оқу меркезі өз юбилейні қайдетті. Енді 100 елдан берлі оқықы мутихасларына азырлай. Қырым Русиялы бірлешкен сон ilk сефер ордуға чағырғанлар ярымададан мемлекетінің қыта қысмына ватан огындекі боржыны демеге кеттілер. Бүгін меркезде бірінші 10 қырымлы аскер қызмет етелер. Қырым егетлері насыл қызмет еткенлер ақта бізім эксклюзив левхамызны сейір етініз. Поздравляю вас со столетием со дня образования воинской части! Юқары баш командадан фахри ярлық, байрамға ақықы бағыш. Аскерлер үшін бұл қызмет давамында месулетлі дақалалар. Да не вақыт Русия Мудафа назерінің муавинден хайрлав сөзлеріне ештерсін. Привет родному Крыму! Бұл сене ордуға екібінден зияды Қырым сакине алынды. Олардан еді юзы Қырымдан тыш ерлерінден язда Буарби қысымға ярымададан 10 инсан чағырылды. Бұл Зиманеви Русейде ilk сефер. Поздравляю вас с заслуженной наградой грамотой Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации. Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в учебе и святом служении нашему Отечеству. Genç Қырымлылар bu yerde ақиқи орду азырлығыны кечелер. Олар Русия демір yol ордыларыны урбаларыны шереф или қиып юрелер. Ве ғурур или Қырымны тақдым етелер. Все спрашивают, кто, как национальность. Я говорю, крымский татарин. О, как вы там, все нормально. Интересуется, всем интересно тоже. Ни в чем не нуждаемся, практически все есть, все условия для хорошего проживания в армии. Попал на материк с братом вот неожиданно. Хотел повидать Россию. Служится хорошо вполне. Помогаем друг другу. Попал в Подмосковье, хотел увидеть Россию, вот получилось увидеть. К крымчанам тут относятся очень хорошо, поэтому привык уже, все нравится мне здесь, все устраивает. Демір yol оқуф меркезінің мудир муавины Станислав Солдаткин өзі Қырымда. Бұл ерге оның семедешлері кележігі ақта ешеткенде пек қуванды. Конечно, мне это было все близко. Я парней, крымчан, общаюсь постоянно, и с родителями их общаемся. Значит, что интересно, недавно собрал, беседовал, вот из 10 4 человека, хотя есть возможность, стоит у нас железнодорожный батальон в Крыму, в Керчи. 4 человека не хотят после обучения в нашем учебном центре возвращаться поближе к дому, в Крым. Хотят поехать в Россию посмотреть. Бір асырлық юбилей или Арби қысыны әмді Қырым Жұмхуретінің башы хайрлады. Ярмадада кеметі весакинлері адындан жеметшілер аскерлерге хайрлавны ве Қырым татлықларыны еткезділер. Арби қысыны музей есе эксклюзив китапларынем толдырылды. От общественных движений, в том числе ветеранов Симферопольского высшего военно-политического строительного училища, от общественного движения «Герои Крыма». Наш небольшой подарок – это набор юбилейных монет, посвященных освобождению Советского Союза в годы Великой Отечественной, территории Советского Союза и Европы в годы Великой Отечественной войны. И Министерство внутренней политики Крыма выпустило несколько книг, очень качественно сделанных, альбомов, рисунков крымские художники о Великой Отечественной войне и история победы в рассказах победителей. 1918 senenden beri оқуф мерkezinin коллективі uzun yol keçti. O binlerce yüksek kvalifikasyalары командир ve mutihasısını terbiyeledi. O vakit Rusya'da tek bir demir yol var idi. Bu Moskva, Peterburg. Şimdi bu aman 30 bin asker ve zabit, 10 brigada, 3 оқуф merkez. Esas bina bu yerde, Подмосковьеде yerleşi. Aslan Bebulayev, Ramazan Alivapov, Milli Telekanалы.
Сақлап қалмақ векеледек несілімізге еткізмек. Қарасу базар районында халқлар дослух евнын хадимлері Крымчахлар аллы жемет тешкілятның азалары тіреклі шейх еле, яни мельничная комектебнің талибелері еле Курушув кечірділер. Тедбір Крымчахлар мединет күніне бағышланды. Мектеп талибелеріне сайысы аз олған милетнің тарихы ақта тариф еттілер. Тавсилатлар еле Наджие Исаева. Все крымчаки города Симферополя. Фашистлер репысы Крымчахларның 80%-ны yok еттілер. Дешітлі вақалардан сон миллет толысунин ғаридан тікленіп оламады. Шымды дүниеда bu этносынан 200-ге яқын векілі яшай. Это вот фотография моего дяди, маминого родного брата Михаила Ламброза со своей семьей, которая была расстреляна во время расстрела крымчаков в городе Симферополе на 10-м километре. Улу ватан женкінің фажиасы Дора Пиркованың хорантасына тәсір етті. Бүтін өмірінің Крымчахларының медениетіні ве урф әдетлерінің сақламаға миллет ақта малюматны келечек неселге еткізмек ішіне бағышлады. То, что мы делаем, это мы делаем для вот такого, для молодежи, для будущего поколения, для наших потомков, для тех, для того, чтобы они знали о своем народе. Крымчахлар өз кечміші еле ғурурланалар халқының улу сималары ақта икейлер тербиенің темелідір. Тамам шу себептен Крымчахлар тешкілеті мұнтазам суретте мектеплеріні зиярет етелер. Чүнки балалар бұл тарих неселден неселге еткізілуде эсас бағлайчылардыр. Оларға тариф етмек ве хатырлатмақ керек. Тек бөйле елнен медениетіні сақлап қалмақ мүмкін. Два брата Кавказы, которые были послами крымского хана. Многие казначеи крымских ханов были крымчаками. Крымчахлар миллеті бұтек атып өлдірілген миллетдегіл бөемді ұнытылған халықтыр. Чоқ елар девамында ярдым етмек режаларына акиметтен жевап олмады. Ама сонки сенелерде бұл меселе чезіліп башланды. Крымчахлар ақта айтып, олардың медениетіні иле мерақланып башладылар. Государственный комитет по делам межнациональных отношений Республики Крым, Дом дружбы народов и все остальные связанные с этой работой органы, исполнительные органы, местные власти уделяют огромное внимание сохранению этого народа, сохранению языка, традиций. Мы проводим очень много мероприятий. Тедбірнің сонында әркес атып өлдірілген Крымчахларға бағышланған әбедеге гүллер қоймаға yol алды. Наджия Исаева, София Шукурова, Иван Евдокимов, Миллет телеканалы. Сақшыры Русияның ең яқшы бальнеологи курорты деп танылды. Более мәліматны броня тілів популяр сервисі бере. Рейтинг 2018 сене октябрінің бұрынден 31-не қадар мескен туристлер елі сымары шетілігі бойынша тызылды. Сақшыры Кузьмев сымынде сағлықны түзетмеге істегендер арасында ең популяр ұтшерден бұрынжысы олды. Екінші ерде Пятигорск ве сонра Кисловодск агентлігінің мәліматына көре, көзінің орталарында туристлер Сақшырыне тахменен 9 күнге келелер. Пятигорск ве Кисловодскны сечкенлер есе бір автағар атламаған етленелер. Қырымда намазға чағырған модинлер арасында ең яқшыларны белгіледілер. Ezan sedası енді екінші кере кечірілеве мұсылманлар арасында ел кечірілген тедбір статусны елде етем. Ярышта 20-ден зияды инсан іштірак етті. Ғалибе қазанмақ үшін ярымаданын чешіт көшелерінден яш ве қарт тупланды. Тәсіратлар бұзым левхамызда. Ezan sedası olacak mudinler için yarış. Bu basamağa çıkmak için iştirakçiler Kırım rayonlarında seçuf turlarını geçtiler. Finalga en güçlüler çıktı. Biz finalistlerini sayladık. Kırım'ın bütün köşelerinden mında gelgen yarışmacılar oldu. Biz bütün Kırım'ını böyle alıp da hususan her yerden adamların kelimesini sağlama tırışamız. İştirakçiler konkurs şartlarını becermek gerek edilir. Bu ise ezan metnini doğru okumak, kelişikli telaffuz ve urgu ile seslendirmek. Teşkilatçılarının aytkanına göre çeşit memleketlerde ezan okuluvu da farklana. Ve tabii ki bunlara pek balabam jüri azalarımız mühimlik gösterdi. Bunlar üç bu mühim unsurga bağırıp da birincileri saylamaya tırıştık. Екі яш категориясында ғалиплер сечелді. Бұйықлер арасында Буталят Ситаблаев олды, кенжелер арасында есе 6 яшлы Ибрагим Эркезні айретте қалдырды. Меня научили читать азан, нанака и бабайка. Намаз умею читать. Дальше... Какие-то аяты знаешь?
аят аль-Курси, суру Каусар, сура Аль-Фатиха и сура Аль-Ихляс. Ezan okuyucularına medrese hocaları, musulmanlar dini idarasının hadimleri ve Kırım muftisi kıymet kestiler. Konkursunun sonunda galiplerini ve iştirakçılarını bakşışlar ile takdirlediler. Teşkilatçılar eminler böyle tedbirler yaşlar arasında İslam dinini öğrenilüvene rağbetlik koşa. Fatime Sidametova, Sanzi Vadinov, Millet için. Şimdilik bu hepsi malumat saat 21.30'da. Gelecek haberler programmasını kaçırmanız. Görüşmek üzere, sağlıkla kalınız.